Сарыкемер ауылындағы номер 1 гимназия мектебінде дауларды шешудің және алдын алу сәтті стратегия үшін тақырыбында облыстық семинар өтті. Семинарда медиация институтын ілгерілету және білім беру ұйымдарында мектептегі медиация қызметін құру мәселелері талқыланды. Қатысушыларға аудан әкімі Нұржігітов Нұржан Молдиярұлы сөз сөйлеп, отбасын сақтап, ұлттық құндылықтарды ұмытпаудың маңыздылығын атап өтті. Былтырғы жылы 20-шы жылы 1 қыркүйекте мемлекеттік басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауында осы медиация мәселесін көтерген болатын. Бұның негізгі принципі қалай түсінуге болады? Мынау шағын және орта бұзушылық жасаған, қылмыстар жасалған осы медиация тәртібімен негізі шешілу керек. Мамандар медиация әдісі тек мектеп аумағымен ғана шектелмейтіндігін айтып өтті. Бұл жұмыс әр мектепке қажет, өйткені ол медиация тәсілінің принциптеріне негізделген даулар мен жанжалдарды шешуге білім беру процесінің қатысушыларына көмектеседі. Бұл жерде мысалы кез келген медиациялық қызметте алдын ала осы медиациялық қызметтің мүшелері белгіленеді. Оның құрамында жаңағыдай көптеген азаматтар болады. Мысалы біз өзіміздің құрамда, осы 1 мектеп гимназиясының құрамына біз социологтарды да, яғни әлеуметтік педагогтарды, психологтарды, директордың өзін, мектеп директорын, тәрбиесі жөніндегі орынбасар, құқықтық тәрбиесі жөніндегі орынбасар барлығы осы медиациялық қызметте мүше болады. Қазіргі таңда еліміздің түгелдерлік мекемелерінде қоғамдық медиатор кабинеттері ашылып жатыр. Олардың жартысы кәсіби мамандар болса, кейбіреулер халық арасында беделі бар танымал тұлғалардан жасақталады. Олар дау көп туындайтын емдеу және білім беру ұйымдарында мәселені мәмілемен шешуге ықпал етулері тиіс. Бұл үшін арнайы оқыту курстары мен семинар жаттығулары өткізіліп тұрады. Дәурен Долдырбай, Еламан Жорақұл, Мәрлен Бақтыбай, 7-7 News.